Ал Атырауға келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты алтын скальпель белгісінің егері Зәуре Шаманжолова облыстық перинаталды орталықта жас аналарға ота жасап, кесір тілігі арқылы 2 сәбидің жарық дүние есігін ашуына септігін тигізді. Парламент мәжілісі депутатының бүгінгі күні әдеттегіден ерекше басталды. Ресми киімін уақытша ақ халатқа алмастырған жоғары категориялы дәрігер атыраулық нәрестенің өмірге келуіне себепкер болды. Облыстық перинаталдық орталықта біз түсірілімде болған таңертеңгі 2 сағат ішінде 12 сәби дүниеге келді. Ал жаңа жылдың алғашқы 3 күнінде 56 нәресте өмірге келген. Оның 27-сі ұл, 29-ы қыз. Отадан соң халық қалаулысы орталықты аралап, жас аналар мен шараналардың жағдайымен танысты. Я сегодня не от того, что там сказать, что здесь не могут. Наоборот, я очень восхищаюсь, очень хороший состав. Мен бүгін ота жасауға облыс дәрігерлерінің біліктілігін бақылау үшін қатысып тұрған жоқпын. Керісінше өте жақсы құрам, дәрігерлердің біліктілігі жоғары. Олардан өзіме қажетті ақпараттарды алдым. Өйткені мен өзім дәрігермін. Ақ халаттылар көп жағдайда тәжірибелермен бөліскенді жақсы көреді. Кейде тіпті ауылдарда мықты дәрігерлер болады. Біз сол маманнан үйренеміз. Бүгінде Қазақстанда ана мен бала денсаулығын сақтауға барлық жағдай жасалған. Материалы техникалық базасы да жақсарған. Мәжіліс депутатының пікірінше, денсаулық сақтау жүйесіндегі басты мәселенің бірі медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен қолжетімділігі. Сондай-ақ күн санап медицина қызметкерлерінің біліктілігін және науқастардың сауатын арттыру қажет. Өйткені бүгінде қазақстандықтардың басым бөлігі өз денсаулығына бейжай қарайды. Яғни тұмау немесе басқа да ауруға шалдыққан кезде өз-өздерін үйден емдеп, соңы қайғылы оқиғаларға әкеп соғуда. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Аманбек Жұмыровтың айтуынша, Атырауда дәрігерлер жетіспейді. Жас мамандардан бұрын бізге тәжірибелі мамандар керек. Тәжірибелі мамандарды дайындау, оқыту бағытындағы 2017 жылға құрған жоспарларымыз бар. Бұл шетелде оқыту, не болмаса осы көршілес біздің Қазақстанға жақын Ресей, Белоруссия елдерінде оқыту жоспарларын құрып жатырмыз. Және Қазақстандағы белді оқу орындарында оқыту мәселесін жоспарладық 2017-ге. Бір өкініштісі, Атырау облысында соңғы кездері ана мен бала өлімі көбейген. Қайғылы оқиғаны болдырмау мақсатында ақпаннан бастап облыстық перинаталды орталықта жүктіліктің 20-шы аптасында жатырдағы баланың патологиясын анықтау үшін қарқынды перинаталды диагностика жұмыс жасайды. Сондай-ақ амбулаторлы хирургия орталығы ашылады деп жоспарланған. Шолпан Сисеналиева, Диана Хайрамбекова, Қуаныш Құдайберген, жаңалықтар қызметі.